Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бұл видеода пряный деп аталатын рулет рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: ұн, сұйық май, корица, бөлме температурасында тұрған жұмыртқа, қант және қамыр қопсытқыш. Әдеттегідей жұмыртқа мен қантымызды қосып көпіртетін боламыз. Яғни аз жылдамдықтан бастап жоғары жылдамдыққа қоса отырып, аппақ көлемді болғанша миксерлейтін боламыз. Одан соң алдын ала иеліктен өткізілген ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды және корицамызды бір-біріне араластырып дайындап қоямыз. Одан соң массамызға сұйық майымызды құйып, миксерлеп араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді массамызға екі бөлек қоса отырып араластырамыз. Яғни миксермен араластыруға болмайды. Қасықтың көмегімен астыдан үстіге қарай араластыруымыз қажет. Себебі біздің массамыз басылып қалмауы керек. Барлығы бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Одан соң бисквитті қамырымызды пергаментті қағаз төселген ыдысымызға салып, 170-180 градуста қызып тұрған духовкада 8-10 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мендегі пешім тым үлкен болғандықтан мен фольганың көмегі арқылы қысқартып алдым. Ендерін 30-35 см етіп өлшеп жасадым. Сіздер де пешіңізді осындай болса, осылай жасап алсаңыз болады. Егер де әсел пешіңіз болса, соның противені жақсы келседі. Пешімізді қыздырғанда өзіңіздің пешіңіздің уақытына, қызуына, градусына қарай қойсаңыздар болады. Себебі әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан, әркім өзінің пешін жақсы түсінеді деген ойдамын. Және бисквитіміздің піскенін және піспегенін білу үшін спашкамыздың көмегімен тексеріп алсаңыз болады. Дайын бисквитімізді ақырын түсіріп аламыз да, рулеттің формасына келтіріп орап қоямыз. Және ол толық суып тұруы қажет. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, вишня, замороженный және су қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, орташа отта бір қайнатып алатын боламыз. Қайнаған соң ыдысқа құйып, толық суытып аламыз. Енді карамелімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки, қант, су және сары май қажет болады. Ыдысымызға қант пен суымызды салып, қайнағанша күтеміз. Және де сливкиімізді ысытып аламыз. Сливкиіміз бізде ысқылтым болып тұру қажет. Енді суымыз бен қантымыз қайнап жатырғанда, бұл қайнап сары түске енуі қажет. Сары түске ене бастағанда ыстық сливкиімізді аздан құя отырып бұлғаймыз. Аздан құйып отырыңыздар, байқаңыздар және бұлғап отыруды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып болған соң, оттың астын өшіріп, сары май қосатын боламыз.
сармайды қосып, бір келкі болғанша бұлғап отырамыз. Содан соң оттан өшіріп, ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Ол толықтай суып, салқын болып тұруы қажет. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сливки құйылған ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Және сливкимізді -2-3 градуста тұрған салқын болып тұруы қажет. Сливкиміз кішкене қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Одан соң творожный сырымызды қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Біздің массамыз толық қоюланды. Енді оған карамельді қосатын боламыз. Карамельді толық қоссаңыз да болады, немесе жартысын алып қалып, кондитерлік қапқа салып, начинка қылып қоссаңыз да болады. Мен карамельді түгел қосып жіберетін боламын, маған солай ұнайды. Ал сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай жасасаңыз болады. Енді рулетті бисквитімізді ақырын ғана ашамыз. Қатты ашып, жыртып жібермеңіздер. Жай ғана ашыңыздар. Аз ғана трещина болса, ол ештеңе етпейді. Енді начинкаларымызды дәл видеодағыдай салып шығатын боламыз. Және де мен кремнің аз ғана бөлігін оформлениеге, яғни әсемдеуге алып қалатын боламын. Дайын рулетімізді дастарханға қоймас бұрын, немесе клиентімізге сатпас бұрын, екі шетін дәл видеодағыдай осылай кесіп алатын боламыз. Енді жаңағы аз ғана қалған кремімізбен оформление жасайтын боламын. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай жасасаңыз болады. Міне бізде корица қосылған және карамель қосылған кремімен және вишня қосылған дәмді рулет дайын болды. Бұл рулетті міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше дәмді, тәтті болып шығады. Және каналымда басқа да рулеттердің рецептілерімен бөлістім. Оларды да қарап дайындап көрсеңіздер болады. Летний сад, маковый рулет, изумрудный рулет және медовый рулет рецептілері бар. Ұнаса каналыма тіркеліңіз және лайк басып кетуді ұмытпаңыз.